Жігіттер, қазір Мәскеу Путин көрсетті кім екенін. Қаңтар айында Путин Тоқаевты қолдап, Тоқаевты билікке енгізді. Қазақ халқын қанын ішіп, қаншама қазақтарды құртқан кім? Ол Тоқаев пен Путин. Қазір Украинаға шабуыл жасап жатыр. Сосын Украинадан кейін ол қазақ елімізге көз аударады, көңіл аударады. Мүмкін шабуыл жасайды, солтүстік аймақтарды алып қояды. Оны бізге білу керек. Кезінде Солженицын 1990 жылда Солженицын бір мақала жазған. Новая Россия деп. Сол жерде Украина, Беларусь, Ресей мен солтүстік Қазақстан аймақтары ол Ресейдің жерлері деп осындай үндеу жасаған, мақала жазған. Біздің қазақтың зиялы адамдар сосын оған қарсы шықты, қарсы мақала жазған. Бірақ Путин Солженицынмен жақсы осы кезінде кездесіп жақсы қарым-қатынас болған. Соның идеологиясы Солженицын жазған мақалада ойлары осы солтүстік 5 аймақтарды Ресей империяға қосу. Содан соң мен 2019 жылда оны бәрін қарап, ойлап, сараптама жасап, осындай ойға келдім. Бізге Туран қозғалыс керек деп. Туран сыртқы саясатта түркі тұтас бауыр мемлекеттермен әскери саяси Туран одақты құру. Ресейге және Қытайға қарсы. Олар екі ұлы империя. Бізді екі жағынан қазір басып жатыр. Қытай экономика жағынан, Ресейде экономика жағынан және әскери күштермен. Байконур жалға берген Назарбаев, 7 әскери полигондарды берген Ресейге. Атом саласы бәрі Ресейдің қолында қазір. Түсті металлургия Ресейдің қолында. Мұнайымыз 90% мұнай Ресейдің жермен, Ресейдің трубопроводпен шетелге, батыс Европаға кетеді. Көрдіңіз бе? Содан соң мен осы 2019 жылдан бастап Туран идеяны қолдап жатырмын. Жариялап жатырмын, көпшілікке жариялап жүрмін. Кезінде мен Әблязовпен жүрдім. Әблязовқа көмек жасадым. ДВК-ны қолдап. Бірақ мен Әблязовтан бас тарттым. Ол айтты, ұлттандыру мәселе болмайды дейді. Жекеменшікте қалады. Мұнай, газ, түсті металлургия бәрі осы маңызды салалар жекеменшікте қалады деп. Мен сосын ойладым, ал Назарбаев пен сен енді олигархтардың мүддесін қорғап жүресіңдер дедім. Маған ол керек емес деп. Бірақ бізге нақты қазақ ұлттың мүддесін қорғайтын саяси ұйым, саяси партия, саяси қозғалыс керек деп. Содан соң 2019 жылдан бастап мен Туран қозғалысты ұйымдастырып жатырмын. Содан соң мен ұлт демократпын, ұлт жанды адаммын. Националист айтады ғой. Алаш партияны Әлихан Бөкейханов 20 ғасырда бастаған. Біз олардың саяси істерді, саяси идеяларды қолдап жүрміз. Алаш 20 ғасырда болған. Ал енді 21 ғасырда біздің нақты осы заманда Туран қозғалыс болу керек. Түркі тұтас мемлекеттермен бірігейік. Егер ол болмаса, біз тәуелсіз ел, мемлекет сияқты біз жойылып кетеміз. Ресей мен Қытай бізге демократия жолмен дамытуға, демократия жолмен жүруге бермейді. Өкінішке орай. Олар солай. Енді сыртқы саясатта, геополитика жағынан бізді құтқаратын тек қана Турция, Азербайджан, Қырғызстан, Өзбекстан, Туркменистан, мүмкін Венгрия, Жапон, мүмкін Украинада кіреді.
біз мықты болу керекпіз. Түркі әлемі ол 280 миллион адам. Оны түсіну керек. Өкінішке орай мені түсінбей жатыр қазір қазақтар. Анау Аблязов либерал, батыс өркениет, батыс бізге береді, батыс бізге осылай жасайды. Жоқ. Егер Ресей бізге, Қытай кірсе, ешқандай батыс, Европа, Америка көмек жасамайды бізге. Ал Зеленский қазір, президент Зеленский, қаншама қазір үндеу жасап жатыр Байденге, анау Ұлыбританияның анау Джонсонға, әкеліңдер, әскери қызметкерлеріңді әкеліңдер деп. Хотя бы, осы аспанды жабыңдар деп. Небо закройте деп, осылай айтып жатыр. Ал Байден қарамай жатыр. Қорқып жатыр ма, білмеймін. Бірақ Украинаға көмек бермейді. Ал Қазақстан олар Америкаға кім болады? Ешкім болмайды. Қаншама шақырым алыс. Европамен орта шекарасы жоқ. Түкірген болады. Батыс Европа, Америка. Ал егер бізге осы шабуыл жасса Ресей мен Қытай, мен сенемін, сенем, Эрдоган бізге көмек береді. Әзербайжанның ұлтжанды адамдар, түркі әлем бізге көмек жасайды. Әскермен жасайды, әскери береді. Анау Қырғызстан Таджикпен соғыс болды ғой, локальный войны болды ғой, былтыр. Эрдоган айтты ғой анау Садыр Жапаровқа, не керек саған, әскер керек пе, кіргізейік, қару керек пе, береміз деді, көмек жасаймыз, сен менің бауырым деп осылай. Көрдіңіз бе? Байден, Джонсон, анау Шольц, Германияның премьер-министр, бізге солай көмек жаса алмайды. Украинаға жасалмай жатыр ғой олар, әскеріні кіргізбей, қорқып, Путиннің қорқып. Мүмкін ақша ма, білмеймін мен. Содан соң мен айтып жатырмын ғой, бізге нақты туран әскери, туран қозғалыс осы Қазақстанда керек. Біз оны жасап жатырмыз. Содан соң біздің туран қозғалысына кіріңіз, қосылыңыз, көмек жасаңыз бізге. Көпшілікке таратайық біздің саяси идеяларымызды. Менде нақты 4 жалпы саяси идеялар. Бірінші ол демократия жолымен, парламенттік демократиялық жолымен саяси жүйесін құру керек. Авторитарлық саяси жүйесін анау Тоқаевтың кетіру керек, шығару керек. Ол керек емес бізге. Ол бірінші саяси жағынан. Екінші экономика жағынан. Ол экономика жағынан маңызды салаларды мемлекет меншікке қайтару керек. Мұнай, газ, түсті металлургия, электр құжат, анау банк жүйесі, қоғам транспорт, темір жол, аэропорт, ауыл шаруашылық жерлерді біз мемлекет меншікке қайтару керек, ұлттандыру керек. Ал орта және шағын бизнеске толық еркіндік болу керек. Смешанная экономика, Норвегия сияқты болу керек бізде. Смешанный тип экономики дейді ғой осылай орысша. Үшінші, ол түркі қазақтың ұлтжандылықты даму керек. Мәдениет, ұлт сезім санын, ұлт казахское национальное самосознание айтады ғой. Оны қайта даму керек. Тілді, жазбаны, руника бізде нақты түркі қазақтың жазбасы ол руника болған кезінде. Тілді, тарихты, Шыңғысхан монгол емес, ол нақты қазақ болды. Түркі қият, ол біздің қазағымыз болған. Айелі бөрте, Қоңырат тайпасының өкілі. Керей, қият, Жалайыр, Қоңырат, осы нақты 4 тайпа болды. Мықты Шыңғысхан жеке гвардиясында. Сосын 4-ші ол сыртқы саясат. Сыртқы саясатта ол түркі тұтас мемлекеттермен бізге әскери саяси одақ туран деп осы конфедерация ретінде құру керек. Егер ол біз жасамасақ, біз мемлекеттен, тәуелсіздіктен айырыламыз. Келешекте бәрібір Қытай мен Ресей екі ұлы империя, әлемде екі ұлы империя бізге тәуелсіз жолмен бермейді жүруге. Оны енді өздеріңіз қазір қарап жатсыңдар ғой, Ресей қалай шабуыл жасап жатыр.
Содан соң бізді қолдандар жігіттер. Туран идея ол қазақ ұлттың идея. Осы түркі әлемінің негізі ол қазақ ұлт. Содан соң Туран ол түріктердің мүддесі емес. Басқа түркі халықтардың мүддесі емес. Ол нақты қазақ ұлттың мүддесі. Ал егер біз көтерілсек, біз бүкіл Туран әлемін көтереміз. Татарстан, Башкирия, Шуваш, Хакасия, Тыва, Саха, якуттар, Венгрия, жапондар, ол бәрі кезінде бәрі біздің түркі әлемінің өкілдері болған. Содан соң біз бәрімізді біріктірейік. Ал ең маңызды қазір мәселе ол әрине авторитарлық саяси жүйесі, Тоқаевтың жүйесі. Тоқаев Кремльдің өкілі. Кремльдің мүддесін қорғайтын саясаткер. Оны биліктен шығару керек, отставкаға жіберу керек. Сол түсінсеңдер, түсінесіңдер, түсінбесеңдер, енді сондай өмір енді. Өкінішке орай. Туран қозғалыс ютубына жазылыңыз. Қазір блогта бір аптаға блогқа жіберді. Туран қозғалыс ютубының каналымызды. Қолдандар, комментарий жазып, қолдап, таратып көпшілікке, WhatsApp, Telegram жаққа, Facebookқа. Бірігейік, жігіттер, бірігейік.